Жазушы Әбіш Кекілбаевтың естелігінен. 5-ші курста оқимын. Қазақ әдебиеті газетінің сын бөлімінде қызметтемін. Бір күні редактор Жұмағали Ысмағұловқа кірсем, алдындағы жұмсақ орындықта бір жігіт отыр. Тудыраған қою шашты, маңдайы кере қарыс, қырмұрынды, қыран қабақ келісті ақ екен. Әбіш, танысып қой, Мұқағали Мақатаев деген ағаң. Поэзия бөліміне әдеби қызметкер етіп алдық. Бүгінгі нөмірге екеуіңіз кезекшілік етесіздер деді. Екеуміз қатар бөлмеге орналастық. Жазушылар одағының 3-ші қабатындағы түпкі бөлмеде ол отырса, мен одан кейінгі бөлмеде отырамын. Мен Мұқағалидың көшелі ақын екенін алғаш сол кезде таныдым. Бірде түскі тамаққа барғалы жатыр ем, телефон шыр ете қалды. Мұқағали екен. Кіріп кетпейсің бе деді. Не болып қалды екен деп бардым. Кере қарыс маңдайына шып-шып шыға келген мөлдір моншақтарды қолының сыртымен сипап тастады. Әңгімесін орта жолдан бастап кетті. Кеше моншаға бардым, әбден жуынып тазаландым. 3 рет кәлимамды қайырдым. Үстелге жайланып отырдым. Бисмилля деп кірісіп кеттім. Құдай көрсетпесін, божественная десе божественная екен. Тек Тәңірдің ғана қолынан келетін шаруа ғой. Шетінен жайлап-жайлап аудара беремін. Қашан тауыстырар екен көрейін. Бітірген күні өзіңе көрсетемін. Дантені айтам, соған кірістім, деді. Мұқағалидың Дантені құдіретті комедияны аудара бастаған кезі екен. Содан күнде түскі тамақ кезінде бөлмеге жалғыз кілттеліп алып ап, жұмыс жасайды да отырады. Былайғыларымызға ұқсап бөлмеден бөлмеге кіріп, әңгіме айтып жүрмейді. Бірге қанша істегеніміз есімде жоқ. Кейін Мұқағали социалистік Қазақстанға ауысып кетті. Күндер өте берді. Мен ың-шыңсыз қызметімді істей бердім. Әдеттегідей жұмыстан шығып келе жатыр едім. Әй Кекілбаев деп біреу гүж ете қалды. Жалт бұрылдым. Қарасам, қасқайып Мұқағали тұр. Қасыма келіп арқамнан қақты. Әдебиетшілер үйіне келмей кеттің ғой, деді. Сосын қолтығымнан алып базарға қарай бастады. Мұқағали бір серпіліп әңгімесін бастады. Сенің білмей жүрген керемет нәрсең бар. Жуырда Асқарға айтсам, ол да танауы делиіп, қатты құшырланды. Аптасында бір рет көк базарға келіп тұр. Жан-жағың қызылды жасыл, айқай шу. Менікін ал, менікін деп, анау да жабысады, мынау да жабысады, қарама. Көзіңді тас жұмып ал да тарта бер. Олар барған сайын шуылдауын көбейтеді. Сен кердеңдей түс. Ойлашы өзің, рахат емес пе? Бұл дүниеде ойнап жүргендейсің. Сол бетіңнен ілгері тарта бер. Бір кезде айқай шу басылады. Жан-жағың тынышталады. Абайлап көз салуыңа болады. Қаздай тісіліп өңкей шалдар отырады. Алдарында жерге төселген газеттердің үстінде шөкім-шөкім бірдеңелер тұрады. Ақ, көк, алабажақ қалталар. Күмістен, мүйізден, қалайдан істелген насыбай шақшалар. Өткенде сол тізілген насыбайға еңкейіп қолымды соза беріп едім, сатып отырған шал бетіме тесіле қарап, қарағым, Сүлейменнің баласымысың демесі бар ма? Әкемнің атын естігенде шалқамнан түсе жаздадым. Ау, оны қайдан білдіңіз? Бет-әлпетің айтып тұр ғой, бет-әлпетің. Шүйіркелесе кеттім. Мұжырайған шал кешегі қылшылдаған жігіт еген. Менің әкеммен талай бірге болған екен. Ойда жоқта төбесінен түскеніме ол да мәз. Насыбай іздеп келіп әкемнің көз танысын көргеніме мен де мәзбін. Базардан шыға бере көңіліме өлең жолдары құйыла берді. Мұқағали тыйылып қалды. Тамағын бір кенеп алып, көмбірлетіп, әлгі оқыста туған өлеңін оқи жөнелді. Қажып тұрмын, несіне жасырайын. Әкел шата, бар болса насыбайың. Азан-қазан шулаған қауақ бастан, құрып кеткір даңдыңды қашырайын. Айтшы ата, әкемді көріп бедің? Ол да мендей жанбай еді желікпелі. Ол да мендей шақшаңа құмар болып, сергіп бір қайту үшін келіп беді. Мұрагері емес пе марс жағында, тарттым бәлде, әкеме тартпадым ба? Ата көрген оқ жонар деушеді ғой, бабалардың байырғы салттарында. Көз жасыңды көрсетпе жасымайын. Әкем өлсе, мен бармын, несі уайым.
Әкемдей бір атайын шертіп тұрып, тәуір екен әкелші, насыбайың деп талмаурай бітірді. Ойыңды он орап алған сағыныш, мұң, өкініш бойыма шымшым еніп кеудемді кеулей түсті. Өлең деген осындай болу керек қой шіркін. Аға, тек осындай өлеңдерді ғана жазыңызшы дедім. Мұқағали томсарып қалды. Ол өзінің насыбай сатып отырған шалдарына кетті. Мен аялдамаға қарай аяңдадым.